Ассалаумағалейкум достар, мен бүгін сіздермен бірге кім мықты топ-5 видеосын шығарамын. Ал сіздермен болған қазақ ютубы каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Енді біз бастайық. 5-ші орында Египеттің атақты ойыншысы Мұхаммед Салах. Бұл Египетті алғаш рет лигаға шығарған. Салах бұл Ливерпульдің шабуылшысы, өте керемет шабуылшы деуге болады. Ал енді 4-ші орынға келейік. 4-ші орында тұрған Антуан Гризманн. Бұл Барселона сапына ауысқан. Бірақтан да Барселона сапында қазір өте керемет ойындармен көзге түсе алмай жүр. Ал бірақ Францияда өте керемет ойнап, әлем чемпионатын ұтып алған. Бірақ енді 3-ші орынға келсек. 3-ші орында Неймар Джуниор. Бұл Париж Сен-Жермен сапында ойнайтын мықты ойыншы деуге болады. Бұл Бразилияның атақты Пеле, Рональдиньо сияқты футболшыларынан шыққан. Енді 2-ші орында өздеріңіз жақсы көретін Криштиану Роналдо. Біз алдында айтқандай, Криштиану Роналдо мен Мессиді салыстырғанда Месси ұтқан. Сондықтан да Мессиді 1-ші орынға қойдық деп айта берейік. Бұл Португалия сапында ойнайды. Енді біз күптен күткен сәт 1-ші орын. 1-ші орында бәріңіз біліп отырғандай Барселона сапындағы Лионель Месси. Бұл аргентиналық ойыншы. Аргентина сапында өте керемет ойнап көзге түскен. Ал бірақтан да лигада ұтылып қалған еді Германиядан. Сол себепті бір чемпионатқа шыға алмай қалған. Ендеше қош